Егер сіз 3 ай бойы тоқтамай жүгірсеңіз, денеңізде қандай өзгерістер болады? Жақсы әсерлері. 1. Дене шынығады. Тыныс алу жеңілдейді. Жүрек, қан-тамыр жүйесі жақсарады. 2. Артық салмақ азаюы мүмкін. Май қабаты біртіндеп кетеді. Дене жинақы бола бастайды. 3. Көңіл күй көтеріледі. Стресс азаяды. Күні бойы сергек жүресің. 4. Ұйқы жақсарады. Тез ұйықтайсың. Таңертең жеңіл тұрасың. 5. Тәртіп пен ерік күші қалыптасады. Күнде жасау әдетке айналады. Өзіңе сенім артады. 6. Иммунитет күшейеді. Суық тию сиреуі мүмкін. Егер дұрыс тәсіл керек болса, күніне 10-15 минут жеткілікті. Аптасына 1-2 күн жеңіл жүгіру немесе демалыс. Жүгірер алдында жылынып, соңында созылу. Су ішуді ұмытпау. Қысқасы, 3 ай жүгірсең денеде ойда өзгереді, бірақ ақылмен жасасаң ғана. Егер сізге бұдан да көп ақпарат керек болса, жекемізге даму деп қалдырыңыз. Сізді Telegram арнаға қосамыз.